жайлап отыр менің ауылым, Алатаудың сол бір бауыры. Ағайындар, ауылды таза ұстайық, пластикті бөлек жинайық. Есейдім, алаулатып жастық жағын, жайлау жасыл жайқалып жатыр әйгілі Алатауымнан. Гүліндей жайнап асырса ойнап еркелеп өскен ауылым. Гүліндей жайнап асырса ойнап еркелеп өскен ауылым. Біз ауылдың таза болғанын қалаймыз. Құрметті ауылдастар, міне біз мынандай пластиковый бутылка жинайтын осындай бочканы орнаттық. Мынау бірінші біздің бастамамыз. Осындай бочканы мешіттің алдына, школдардың алдына, мектептердің дәрігерлік пункттардың алдына салатын боламыз. Міне өстіп, біздің ауылдың жігіттері, ауылдастарымыз осындайға жинасын. Ауылымызды таза ұстайық, ауылымызды қадірлейік. Ауыл біздің тірегіміз, ауыл біздің алтын бесігіміз. Сондай дәрежеге жету үшін ауылымыз таза болу керек. Біз өзіміздің ауылымызды мақтаныш тұтуымыз керек. Ауламызды ластамайық, ауылымыздың сыртын ластамайық. Осындай бочкаларға жинайық. Мынандай жасаймыз десеңіздер, мынандай наклейка керек десеңіздер, маған мына телефонмен хабарласыңыздар. Мен сіздерге соны беремін. Өзіміз жасаймыз, өзіміз орнатамыз деген ауылдастарымызға да құрметпен қарайтын боламыз. Мен темірін мен берейін. Міне мынау оп-оңай жасалған 200 литрлік бочкадан 6 миллиметровый мынандай проволокадан өзіміз тоқып, міне осындайды жасап қойдық. Осыған барлық бочкаларды, осындай бочкаларды орнатайық, осындай пластикті осыған жинайық. Келе ғой. Құрметті ауылдастар, елде мынандай сұрақ туындауы мүмкін. Мына бочкаға жиналған пластикті қаяққа жібереміз деген. Пластикті жинаймыз. Бұл пластиктен біз пластиковый брус жасаймыз. Ол брустармен, сол брустар арқылы біз деген ауылға арнап, әдейлеп скамейка жасаймыз. Орындықтарды жасайтын боламыз. Сол үшін ауылдастар, құрметті ауылдастар, ат салысыңыздар. Пластикті көбірек жинайық. Осы пластикті мен Алматыға апарып өткізіп, сол жерден заводқа скамейка жасайтындай брустар құйып алып келемін. Өзіңіздер білесіздер, ауылдың төмен жағында біздің құрбандық болған ағайындарымызға арналған, ашаршылық кезінде құрбандық болған ағайындарымызға арналған мүрде басы бар. Сол жерде орындықтарының брустарын, ағаштарын сындырып кетіпті. Ең бірінші сол жерге жинайық. Мына пластиктан бәрін ерітіп, брус жасап, сол жерге орнатамыз. Одан кейін көшелерге, мешіттің алдына, мектептердің алдына осындай пластиктан шіремейтіндей орындықтар жасап орнатсақ жақсы болар еді. Ол енді өзіңіздерге байланысты. Қаншалықты пластик жиналады, қалай тез жиналады, ауылымыз қалай таза болады. Сол себептен мен айта кететінім, пластик жинап атқанымыз бұл екі мәселені шешеді. Ең бірінші мәселе бұл деген ауылымыздың тазалығы, екінші мәселе ауылымызға ол пайдалы. Пайдалысы сол орындықтар жасап шығарсақ, сол дұрыс бола ма деген ойдамыз. Сіздерден көмек күтеміз. Ауылымызды таза ұстайық, пластикті бөлек жинайық. Сіздерге рахмет.